Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге DID деп аталатын жасанды интеллект платформасын көрсетпекшімін. Ол үшін Google-ға осылай DID деп жазасыздар. Ең алғаш шыққан жазуға басасыздар. Осы жерде мынандай интерфейс ашылатын болады. Осы жерде старт батырмасын басу, start free деген, яғни тегін бастау батырмасын басу арқылы тегін жаңағы жасау мүмкіндігіне ие боласыздар. Әрине бұл жерде лимит бар. Белгілі бір шектеу бар. Бірақ бірнеше сабақтарыңызда қолданып сақтап алсаңыздар болған, өздеріңізге видеоны, сосын соны әр сабақта қолдана бересіздер. Ең алғаш бізге шыққан жазуда жаңағы сіздер кім екендеріңізді жазасыздар. Екіншісінде қандай мақсатта қолданасыздар. Мысалға video production for fun деп белгілей салдым мен, немесе training or education деп белгілесеңіздер деп болады. Сосын which best describes the business you work for, яғни қандай тағы да қалай сипаттайсыз деген сияқты ғой, енді өз жұмысыңызды тоже training and education дедім. How many people work in your company? Біреу ғана дей салдым, енді олар компания ретінде нетіп тұр, әрине рекламный роликтер, наверное, жасайды. Бірақ біз жаңа сабақта балаларға бір нәрсе түсіндіргенде қолдануға пайдаланып отырмыз. Енді мына жерде қарасаңыздар, осындай адамдардың суреттері бар, одан кейін мынандай персонаждардың бірнеше суреті бар. Егер сіздерге осы жердегі персонаждар қажет болса, осы персонаждарды пайдалана берсеңіздер болады. Немесе мына іздеу батырмасын басу арқылы кез келген бір адамның атын жазсаңыздар болады. Немесе суреттесеңіздер болады ағылшын тілінде. Егер ағылшын тіл емес басқа пән болатын болса, онда переводчикке салып жазсаңыздар да болады, негізі суреттемесінші. Мен мысалы мына жерде Spider-Man деп жаздым да, енді Spider-Man деп жазсам, маған мынандай суреттер, яғни мына суреттері Spider-Man-нің жарамайды екен, оказывается. Мен енді бастауыш сыныпқа осындай қызықты видео көрсету мақсатында осындай супергеройларды алғым келіп тұр да, бірақ мына Spider-Man-нің ешқандай суреті жарамайтын болып тұр. Ал мына жерден қарасам тоже шықпай тұр ондай нелер. Қазір енді басқасын жазып көреміз, наверное. Так. Тағы да обновить жасадым. Қазір басқа суреттер шығу керек. Жоқ, мына суреттер де жарамайды екен Spider-Man-нің. Демек ол жаңағы неге сай емес, үлгіге сай емес деген сөз. Онда қазір басқа персонажды көру керек. Мына оң жағында тұрған ол жаңағы сөздеріңіз, яғни сіздердің персонаждарыңыз қандай сөз, қандай сөйлемді айтатын болады, соған байланысты. Міне мен мысалға мынандай сұрақтарды өзіме сабақ жоспарынан алдым. Сабақ жоспарында өзім жазып қойған сұрақтарым ғой, сол жерден осы сұрақтарды бір-бірден каждый персонажға айтқызуым керек. Сол персонаж айту керек та, осы сөйлемдерді, сұрақтарды. Осы сұрақтарды алмақшымын. What did Nanny do at the beginning of the story? What did they do firstly? What did they do then? And what did they do lastly? Деп балаларға осы персонаждар сұрақ қою керек. Сосын балалар жауап беру керек мысалға. Немесе басқа жағдайда да қолдансаңыздар болады. Мысалы, белгілі бір принц деп алайық. Принц өзінің қай мемлекеттің принц екенін барлығын таныстырады. Сосын балаларға сіздер сұрақ қою арқылы мәлімет сұрайсыздар. What did Nanny do at the beginning of the story? Мен мысалға бір сұрақты қойдым осы жерге. Сосын мына дауыс шығару батырмасын бассаңыздар, персонаж қандай дауыста сөйлеп тұр, соны көрсетеді. Соны тыңдауға болады. Сосын мысалға персонаждың дауысын өзгертуге болады. Мына жерде ер адам дауыстары, бірнеше ер адам дауысы бар, әйел адам дауысы бар, одан кейін тілін өзгертуге болады. Мысалға маған ағылшын тілі қажет болғандықтан English деп таңдадым, бірақ English'тің ішінде де американский, What did Nanny do at the beginning of the story? Содан осы батырманы басып тыңдап көресіздер. Сосын осы дауыс шығаратын батырманың жанында жаңағы кез келген сөйлемді немесе сөзді ақырын айту керек па, қалай айту керек, соны көру керек. Мына жерде менің Spider-Man шықпай жатыр, ешқандай да.
суреті. Сондықтан басқа бір персонажды алу керек болып тұр. Басқа бір персонаж таңдау керек. Мысалға, міне халық деп жазып көрейік. Енді халықтың қандай суреттер шығады екен? Халықты персонаж ретінде алып сөйлете аламыз ба? Жалпы қазір көреміз. Загрузка болып тұр. Енді бұл жасанды интеллект болғандықтан кішкене уақыт алады. Міне халықтың барлық суреттері сәйкес келеді екен негізі. Міне осылай таңдасаңыздар, мына астына түседі. Одан кейін мына сұрақты сарыны басу арқылы generate деп жасайды екенбіз. Мынаны бірінші көру керек. Қалай сөйлейді бұл? Generate деген батырманы басып. Сіздер өздеріңізге осы видеоны сақтап аласыздар. Мысалға, халық сөйлеп тұрады. Мына сурет жарай ма екен? Қазір ол сақталып тұру керек. Негізі. Так. Халықтың несі кетті. Енді келесін басқа сұрақ жасау керек. Келесі сұрақты дәл осылай жасайсыздар. Келесі сұрақ немесе сөйлемдеріңізді осылай көшіріп алып, бағанағы оң жақтағы мына жерге ұяшыққа жазасыздар. Одан кейін бір тыңдап көресіздер. What did they do first? Барлығын ауыстырып аласыздар. What did they do Әйел адам firstly? айту керек болса, әйелдің атын таңдайсыздар. Ер адам айту керек болса, ер адамның атын астынан таңдайсыздар. Мысалға, осы жолы мен Супермен деп жаздым. Суперменнің қандай суреті шығады екен? Міне Супермен суреттері шықты. Примерно келеді-ау деген сурет таңдап аламыз. Сосын жаңағы сөзімізді generate видео. Видео жасау батырмасын қайтадан басу арқылы видео жасайтын боламыз. Примерно көреміз, осылай тура келе ма? Сосын generate деген батырманы басамыз. Міне уже біздің таңдаған персонаждарымыз астында тұр, көрдіңіздер ме? Енді келесі басқа персонажды таңдаймыз. Дәл осылай, осындай ретпен келесі сұрақтарды қойып шығамыз. Міне барлығын қойып шыққаннан кейін, видео library деген жерге кіріп, видеоларымызды көреміз. Міне мысалға көріп тұрғандарыңыздай, менде кейбір видеоларым What did they do then? скачать қалған. Демек форматқа сай емес. Тек қана мына өзінің DID жасанды интеллекттің өз видеолары маған ұсынған персонаждарымен ғана видеолар жасалып тұр. Суперменнің Суперменмен ғана жасалып тұр, видео жасалып тұр. Қалғандары халықпен, Бэтменмен жасағандарым шықпай қалған. Демек маған Google-ға жазу арқылы басқа жерден скачать етіп жүктеуге болатын шығар. Мына DID-ға жүктеуге болады. Осы жерде бір персонаждарды таңдасақ қазір. Мен енді балалардың персонаждарын танымаймын. Сол үшін өзім ағылшын тілінде Heroes деп жазып жатыр. Мен мына жерде бірақта әртүрлі тек қана есімдері шығып жатыр. Міне осылай. Google-дан персонаждардың супергеройлардың аттарын тауып аламыз. Одан мына жерге бір-екеуін жазып көру керек. Қай супергеройдың суреті сәйкес келеді, соны жаңа жүктеп аламыз. Мен осы жолы Принцті пайдаланайын деп шештім. Принцке мынандай сұрақ жазу керек. Осы сұрақты қойып аламын. Ағылшынның несін таңдаймын, түрін. Обязательно тыңдап көріңіздер. Жасаймыз, generate деп. Сосын міндетті түрде видео library-ға кіріп, бұл видеоларыңыз скачать етілді ма, тексеріп отырыңыздар. Себебі видеоларыңыз скачать етілмей қалса, ертеңінде оны қайтадан жасау керек болады.
міне осылай әр видео What did they do загрузкадан firstly? салынатын болады. Сосын осылай істеп тұрма, істеп тұрған жоқ па? What did they do Тексеріп then? аласыздар. Осылай загрузка болып тұрып ашылады қазір. Ашылмаса негізі ашылмайды деп шығады. Онда басқа видео жасайсыздар. Негізі осы ненің DID жасанды интеллекттің форматына сәйкес келетін суреттерді таңдауға тырысыңыздар. Загрузка болып тұр. Пока біз басқа видео жасай берейік. Енді басқа біреуін таңдау. Осы жолы қызды таңдайын деп шештім. Осы жерден таңдай салдым. Сұрақты таңдадым. Және де маған енді қыз бала болғандықтан қыздың дауысын таңдау керек. Астында тыңдап көреміз. What did they do lastly? Дауысы керек жоқ. Басқа бір қыз баланың дауысын таңдау керек. Мына жерде әрине ағылшын тілінде жазылып тұрады. Male, female деп. Female What did they do lastly? әйел адамдардың дауысы, male деген ер адамдардың дауысы. Үш жерден таңдап алсаңыздар болады. Осы play батырмасын басу арқылы қосып көресіздер бірінші. Қалай естіледі. Сосын қайсысы ұнайды, сол дауысты тыңдап көресіздер. What did they do lastly? Айтқан несі жылдам болып кетсе, кішкене жылдамдықты азайтасыздар, сол кезде олар ақырын сөйлейтін болады. Мен енді бастауыштарыма бұлар тез сөйлейтін болғандықтан мен жылдамдығын ауыстырдым. Міне видеоларымыз загрузка болып жатыр. Қазір барлығы ашылу керек. Маған тағы бір персонаж қажет. Себебі 5 сұрақ менде. 4-4 жасалды. Осы 4-ін қазір тыңдап көреміз. Мысалға мына ашып көрсек. What did Nanny do at the beginning of the story? Бағана мен жазған сұрағым айтылады. Кәдімгі тірі адам сөйлеп тұрған сияқты болады. Негізі балаларға просто видео емес, өздерінің жақсы көретін персонаждары, адамдардың балалардың тақырыбында сөйлеп тұрғандары қызықты да. Мен уже бұл тақырыпты бұл DID платформасын балаларға көрсеттім. Және де оларға өте қызық болды. Күлді әрине олардың осылай сөйлеп тұрғандарына.